Элис Диксон Филиппин елінің бір дүркін сұлу аруы атанған бойжеткен. Элис Робинсон сауда үйіне барған соң, қоғам ішінде жылан құбыжығына деген назар қайта ауып, мән беріле бастады. Сол жылдары хас сұлудың өзі болып саналатын Элисті сауда үйі фотосессия жасауға шақырады. Бұл бір сән әлемінде елеулі жаңалық болатын. Мәселе, сырттан оны бақылап жүрген жанкүйерлерде емес. Элис үшін бұл жағымсыз әсер қалдырды. Сол күні фотосессиядан соң қызметкерлер қызға киім ауыстырып алуды ұсынады. Элистің бөлмеге кіргені сол-ақ екен, қыздың аяқ астындағы еден жылжып, ол бірден құлаған күйі туннельмен қараңғылыққа еніп кете барады. Қараңғылық мұны үңгір іспетті жерге әкеледі. Сонда Элис қарс алдында тұрған жылан құбыжықты көреді. Құбыжық қыздың сұлулығына алданып тұрғанда, Элис алдындағы туннельге қайта